Медиада ЛГБТК+ тақырыбын көтеру арқылы хайп жинақсы келетін сайттарда жиі кезіктіреміз. Журналистер ориентацияға акцент қойып, өшпенділік тілін пайдаланып, қоғамдағы көңіл күйге ықпал етеді. Бұл қате және физикалық зорлық-зомбылыққа алып келуі мүмкін. Қазір бұған қатысты ақпаратты қалай жазу керектігінің бірнеше маңызды тұсына тоқталамыз. Біріншіден, ЛГБТК+ адамдар туралы жазғанда олардың басқа адамдармен бірдей құқыққа ие екеніне назар аудару қажет. Бұл үшін ориентация, жыныс және гендер ұғымдарымен танысып алған маңызды. Мысал үшін, материал тақырыбына лесбиян әйелдің зардап шеккені туралы емес, адамның құқығы бұзылғаны туралы жазуға тырысыңыз. Екіншіден, тақырыпты алдын ала зерттеп алу қажет. Ориентациясына бола шабуылға ұшыраған адам болса, мұны легализациялауға болмайды. Адамның ар-ожданы тапталғанына акцент беріңіз. Адам ориентациясын тек қажет кезде ғана пайдаланыңыз. Оны материалда оңды-солды жаза беру қате. Үшіншіден, адам ориентациясына қатысты қандай да бір кемсітетін сөздерді қолдануға болмайды. Мысалы, азғын, біз және олар риторикасы және тағы басқасы. Және секс ашшылық емес, ЛГБТК+ қауымдастық не қауым сөзін пайдалануға тырысыңыз. Адамның ориентациясына бола демонизациялауға болмайтынын естен шығармаңыз. Төртіншіден, ориентацияға қатысты нарративтерге ермеңіз. Есіңізде болсын, бұл табиғи құбылыс және мұны біреулер айтып жүргендей пропаганда жасау мүмкін емес. Бұл тақырыпты көтергеннен ешкімнің ориентациясы өзгеріп кетпейді. Есесіне қоғам адам құқығын сыйлауды үйренетінін және либерал демократияға бір табан жақындайтынын ескеріңіз.